Мен өзімнің басымнан өткен оқиғамды айтпақшы едім. Түсінікті болу үшін басынан бастайын. Бұл оқиға 1999 жылы бастау алды. Белгілі бір себептермен 10-шы сыныпта аудан орталығындағы мектепте оқуға мәжбүр болдым. Басқа мектепке ауыстым, өзім негізі ауылда оқығанмын. Бір күні сабақтан келе жатсам, бір жігіт артымнан қалмай танысқысы келетінін айтып таныстық. Солай не керек, таныстығымыз достығымыз махаббатқа ұласып кетті. 11-ші сыныпты бітірдік. Ол өзі менімен жасты. Оқуға түсуге жағдайы болмай Астанаға жұмысқа кетті. Онымен қимай қоштастым. Мен де оқуға түсе алмадым. Менің де ағам Астанада жұмыс жасайтын құрылыста. Анамды қалай көндіргенімді қайдам, 4 айдан кейін мен де бардым. Оның алдында телефон арқылы сөйлесіп жүргенбіз. Аптасына бір рет звондап тұратын. Сонымен мен де артынан бардым. Жұмысқа тұрдым. Оның мекенжайын жазып алғамын. 2 аптадан соң оны тауып алдым. Сөйтіп қызықты кездер басталды. Апта сайын түнгі клубқа барамыз. Сөйтіп жүргенде жаңа жылда келді. Жаңа жылды солардың пәтерінде өткізетін болдық. Сол түні екеуміз жақын қатынаста болып қойдық. Жүкті болып қалдым ба деп қорқып жүргенімде олай болмай шықты. Қуанышымда шек жоқ, енді ондайға бармаймын деп ойладым. Бірақ неге екенін білмеймін, мүмкін оны сынап көргім келді ме, оған жүкті екенмін деп айттым. Ол болса ойланбастан аборт жасатайық, мен үйленетін жағдайда емеспін демесі бар ма? Төбемнен суық су құйып жібергендей болды. Екеуміз ұрысып тындық. Сол кеткеннен 5 күн жоқ болды. Ол кезде мен ауылға билет алып қойған едім. 6-шы күні келіп тұр, кешірші, мен сені сүйемін, үйленейік деп. Мен бала енді жоқ, алдыртып тастадым, енді ауылға кетемін деп қуып жібердім. Сонымен ауылға келдім. Көктемде қайтадан Астанаға барып медициналық колледжге бюджет есебінен оқуға түстім. Оны сол күйі іздеген де жоқпын. Ауылға барып қайта киімдерімді алып қайтпақшы болғанымда оның жақын досын көріп қалдым. Оған Евразия университетіне түстім деп айта салғамын. Сөйтіп оқу басталды. Өзіме оқудан басқа ештемені ойламаймын деп ант бердім. Жатақханада 3 қыз тұрамыз. Екеуі де қыдыруға құмар. Мен ешқайда бармаймын. Тек колледжде болатын іс шараларға ғана қатысамын. Не керек, уәдемде тұрып колледжді қызылға бітірдім. Жұмыста тез табыла кетті. Күндіз алаңсыз адамдай жүремін, түнде ауырамын. Сол жігітті ойлап, сөз айтқан жігіттер де болды. Бірақ барлығы оңтүстіктің жігіттері. Не де болса солтүстіктің жігітіне тұрмысқа шығам деп шештім. Ол жақта қыздың пәктігіне мен бермейді ғой деген ойым ғой. Бірақ қас қылғандай маған сөз айтқан жігіттердің көбісі оңтүстіктен болып шығады. Солтүстіктің жігіттері де болды, бірақ ұнамай жүрді. Солай күндер өте берді. Өзім жедел жәрдемде жұмыс жасаймын, менімен группалас жақын құрбым екеуміз қалдық, тұрмыс құрмаған. Ол да жедел жәрдемде. Бір күні бір жігітпен танысқанын айтып, бір күні соған тиетінін айтып жүретін. Кезекшіліктен келіп ұйықтап жатқам, бір кезде телефоным шырылдады, алсам жаңағы құрбым. Кешке дайындал, кафеге барамыз дейді, әй шай жоқ. Әншейінде көтеріле қоймайтын, мен келсе кеттім. Құрбым, жігітімен үшеуміз отырдық. Айтпақшы, оны мен сол жерде бірінші рет көрдім. Отырыс қызықты болды. Жігіті аузы жабылмайтын, іш пыстырмайтын қалжыңбас жігіт екен. Сөйтіп отырғанымызда таныс бейне кіріп келді. Сөйтсем, менің алғашқы махаббатым. Не істерімді білмей есеңгіреп қалдым. Суық қара тер бұрқ ете қалды. Орныма сол отырғаным есімде. Сөйтсем, ол құрбымның жігітінің досы екен. Әңгіме былай болған. Құрбым жігітіне фото суреттерін берген екен. Сөйтсе, ол фотолардың арасында екеуміз түскен сурет болыпты, оны менің жігітім көрген екен. Солай құрбыммен кездесіп мен туралы сұраған екен. Құрбым менің колледжде оқығанымды, бірде бір жігітке қарамай оқуымды қызыл дипломмен бітіргенімді айтып берген екен. Ал ол болса мені Евразия университетінен іздесе керек. Досына мен кезінде солай деген едім ғой. Сонымен екеуміз қайта табысып 1 ай ішінде үйленіп тындық. Қазір 2 ұл, 1 қызымыз бар.
2005 жылы шаңырақ көтердік. Ұлдарым 2006-2007 жылдары туылды. Қызым 5 айлық. Қазір декреттемін. Аллаға шүкір бақыттымын. Айтпақшы аборт жасатпағанымды қайта табысқанда бірақ айттым. Бұйырған бақ кетпейді екен.